Саламатсыздар ма, құрметті 11 сынып оқушылары, сіздермен бірге Әлшер ағайларыңыз. Біз бүгін ұбт-дан келген, математика сабақтан келген 2-3 есепті шығаратын боламыз. Бірінші реклама. Жазғы келген ұбт нұсқалары сатылады, 170 нұсқа. Бағасы небәрі 2000 теңге, яғни жазда келген, осы жазда келген ұбт-ның нұсқалары 170 нұсқа электронный вариант, небәрі 2000 теңге. Рамазан деген балаға хабарласып көрсеңіздер болады, нөмірі көрсетілген. Кіріңіздер, айтыңыздар, төлеңіздер, сатып алыңыздар. Сіздер еш нәрседен ұтылмайсыздар. 170 нұсқаның барлығында кілттермен бар. Тапсырасыз, кілттің өзіңіз тексересіз. Жаттауға да оңай, менің ойымша. Түсінікті ғой. Сондықтан біз бастаймыз. Так, бірінші сұрақтан бастайық. Әйтеуір бір нұсқаның бірінші сұрақ: заңдылықты анықтап келесі санды табыңыз деген. Заңдылық берілген 13, 17, 15, 19, 17, 21. Бірінші 13-тен 17 қалай шықты? 4 қосылды я бізде. 17-ден 15 қалай шықты? 2 азайтылды. 17-тен 2-ні азайтсақ 15 болады. 15-тен 19 қалай шықты? 4 қосылды. 19-дан 17 қалай шықты? 2 азайтылды. Сонда 4 қосып, 2 азайтып, 4 қосып, 2 азайтатқан екен. Енді мына жерге қазір 4 қоссақ 21, 2 азайтсақ, қайтадан не шығады? 19 шығады екен, е? Қайтадан 19 шығады. Сонда біріншінің жауабы бізде Е болады екен. Екінші сұрақ: егер санжардың туған күні 5-ке және 3-ке еселік жұп сан екені белгілі болса, онда санжардың туған күнін табыңыз дейді. Жауабы С болады, 30 болады. Өйткені 5-ке де 3-ке де бөлінетін сандардың қатарын жазайық. Ол 15, 30, 45, 60, 75, осылай кете береді. 5-ке де 3-ке де еселік сандар осылар, 15, 30. Бұдан басқа сандар жоқ. Жалғасып кете береді, бірақ 15 қосып бара бересіздер. Ал енді бір айдың ішінде өзі небәрі 31 күн бар. Сондықтан да 15 бізде жауап болмайды, 30 жауап болады. Не үшін именно 30? Жұп сан деген. Жұп сан дегеніміз ол соңғы цифры, санның соңғы цифры. Жұп цифрлармен, яғни 0, 2, 4, 6, 8 деген жұп цифрлар деп аталады. Осы цифрлармен аяқталса, ол сан жұп сан деп аталады. Немесе 2-ге қалдықсыз бөлінетін сан деп те атаймыз. Бірақ нақты өзінің несі, анықтамасы жұп соңғы цифры, жұп цифрлармен аяқталған сандар жұп сандар деп аталады. Цифр мен сан екеуі екі түрлі нәрсе. Бұны енді тағда репетиторлық болған кезде түсіндетін боламын. Егер де маған қатысып жатқандар болса, қатысатындар болса, комментарийға міндетті түрде жазсын. Репетиторлық басталып кеткен уже. Осылай бастаймыз. Бірден 2019-ға дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісін 5-ке бөлгендегі қалдық дейді. Бірден 2019-ға дейін көбейткен кезде біз міндетті түрде 5-тің өзінен өтіп кетеміз, я? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кете береді. Бірақ 5-тің өзі бар арасында. Енді өзіңіз ойлаңыз, мына жерде 2019-ға дейін шексіз сандар бар. Оны бөлеміз қаншаға? 5-ке. Мына 5-пен мына 5 қысқарып кетеді ғой, я? 5-пен 5 қысқарып кетеді. Сондықтан ешқандай қалдық қалмайды деген сөз. Тек қана бірден 2019-ға дейін көбейтілген сандар қатарынан 5-ті алып тастайсыздар, все. Ол қалдық 0 болады деген сөз. Сонда 3-тің жауабы бізде не болады екен? 0 болады екен. Яғни 6-ға көбейтсе де сондай, 6 мен 6 қысқарып кетеді. 12-ге көбейтсе де сондай. Сонда 2019. Да, осылай шығады екен. Үшінші есеп. Ал енді сіздерге сұрақ қояйын. Бірден 13-ке дейінгі сандарды көбейткен кезде артында қанша 0 пайда болады? Бірден 13-ке дейінгі сандарды көбейтесіздер, артында қанша 0 пайда болады? Оны да комментарияға жазып қойыңыз. Сонымен біздің бүгінгі 3 есепті шығардық. Тағы да жалғастырамыз есептер шығаруды. Жаңылдегі нені сатып алуды ұмытпаңыздар, сіздерге керек. Біз репетиторлық дайындаған кезде де осы 175 нұсқадан дайындалатын боламыз. Лайк басып, арнаға тіркеліп, достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Қош сау болыңыз.